Microsoft Excel курсы бағаналар мен жолдардың орындарын ауыстыру және бағаналарды жасыру көрсету мүмкіндігі. Жұмыс барысында біздің кестеміз құрылғаннан кейін біз кейбір бағаналарды немесе жолдарды өзара орындарын ауыстыру керек екенін байқауымыз мүмкін. Бізде ондай мүмкіндік бар. Оны істеу үшін біз орын ауыстырғымыз келген бағананы ерекшелейміз. Кейін вырезать пәрменін таңдаймыз. Оны осы пәрменді батырманы басу арқылы немесе Ctrl-X батырмасын басу арқылы жүзеге асыруға болады. Кейін осы бағананы қайда орналастыратынымызды таңдауымыз керек. Ол үшін қойғымыз келетін орынды таңдаймыз. Мысалы, Е бағанасын таңдаймыз. Ескеру керек, біздің бағанамыз таңдалған бағананың сол жағына орналасады. Алдына деп айтсақ та болады. Енді орналастыру үшін біз қарапайым вставить пәрменін қолданбаймыз. Оның орнына ячейки бөлігіне барып, вставить вырезанные ячейки пәрменін таңдаймыз. Міне, біздің бағанамыз орнын ауыстырды. Дәл солай жолдардың да орнын ауыстыруға болады. Таңдаймыз, кесіп аламыз, қоятын орнымызды таңдаймыз, және де вставить вырезанные ячейки пәрменін таңдаймыз. Осылайша біз жолдардың және бағаналардың орнын ауыстыра аламыз. Енді әртүрлі себеппен кейбір бағаналарды жасыру керек болды деп есептейік. Кестеңіз өте үлкен болып, көріну аумағына сыймай жатқан кезде, және де кейбір бағаналар ағымдағы жағдайда қажет емес болған кезде, кейбір бағаналарды жасырып қойған тиімді болады. Жасыру үшін бағанамызды ерекшелейміз. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз да, скрыть пәрменін басамыз. Біздің бағанамыз жасырылды. Енді осы бағананы қайтадан көрсету үшін жасырылып тұрған бағанамыз бар аумақты ерекшелейміз. Кейін тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, показать пәрменін басамыз. Осылайша біз өзіміздің кестемізді реттеп, және де өзімізге ыңғайлы етіп баптай аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.